10 саусағынан өнер тамған домбырашы қыз бар дегенді естіп, Қазанғап қыз ауылына келеді. Сізді домбырашы дегенге күй тартсайын деп келіп едім деп қызға сапарының мән-жайын айтады. Домбырашы қыз ақылды, тапқыр жан болса керек. Алыстан ат артып келген күйшіні сынамақшы болып, менің қойған шартымды орындасаңыз ғана сізбен сайысқа түсемін дейді қыз. Мен қолымдағы шымырлауықты жерге тартып қоя беремін. Өнеріңіз асқан домбырашы болсаңыз, соның қимылына орай күй шығарыңыз. Талай домбырашылар менің бұл талабымды орындай алмай, жеңілгендерін мойындаған еді. Сіздің күйші, я күйші емес екеніңізді шымырлауық біліп береді. Күйші бірден домбырасына қолын созып, шымырлауықтың қимылын күймен суреттей бастайды.